Бүгінгі сабаққа деген көңіл-күйіңіз қалай? Сабақты бастауға дайынбыз ба? Сабағымызды бастайық. Отырсыңдар міне тақтадан жаңағы кімнің фотосурет берген? Мына шығармаларының қайсысы Дулат Исабеков шығармасы? Әрине? Әпке драмасы бізге. Енді осы шығармалардың тағы да қайсысы? Дермен әңгімесі және мұңлық пьесасы. Ендеше мына шығармалардың барлығын біз осы махаббат және абырой деген бөлімге қайттық. Өттік, иә? Өте жақсы болды. Келесі. Әпке драмасы. Біз махаббат және абырой бөлімі бойынша әпке драмасын өткен болатынбыз. Әпке драмасы. Біз махаббат және абырой бөлімі бойынша әпке драмасын өткен болатынбыз. Әпке драмасының мазмұнын толық оқып, үйден талдап келуге не берген? Тапсырма бердіңіз ба, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тиістік жоспар құру арқылы композициясын тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай қайту. Бүгінгі сабағымыз соған арналады. Осы үй тапсырмасын сұрап және алдыңғы білімімізді тағы да бір қайталау үшін мен домино әдісінің шарттарын білеміз. Иә? Домино әдісінің шарттарын білеміз. Маған қазір 4-5 оқушы қажет. Бірінші оқушы қазір кім шығады басқаға? Бірінші оқушы кім шыққысы келіп тұр? Доминоның басын стартты кім бастағысы келіп тұр? Қамажай неліктен кабинге тұрмысқа шықпауға бел байлады? Жалпы сіздерге сұрақ. Жақсы. Ол оларға қамқор болды, оларды қимады. Сондықтан ол өз отбасында анасы болып кеткен. Сондықтан ол кабинге тұрмысқа шықпауға бел байлады. Өйткені Қамажайға не жүктеді? Үлкен жауапкершілік жүктеді. Екінші сұрақ жоқ. Тимур мен Назиля арасындағы даулы мәселе қайдан басталды? Тимур көп өз отбасын ойлаған жоқ, ол тек қана ойын-сауықпен ғана жүрді. Үйіне қыздарды алып келіп, сол бәрі көңіл көтеріп биледі. Назиля соған қарсы болды. Осыған Назиля қайтты? Қарсы болды. Жақсы, рахмет. Жауапты қанағаттанамыз ба? Қанағаттанамыз. Тамар, Тимур, Ермек, Назила, Гаухар, Қамажайдың өзі және Қадыр. Толық аталды ма? Енді кім қалып қалды? Толықтырып жіберейік. Кім қалып қалды тағы да? Көршісі әйел мен Светлана. Көрші әйел мен Светлана қалып қалды. Жақсы, келе ғой. Шығарманың кейіпкерлерін атайын. Шығарманың кейіпкерлері кім еді? Қамажайдың бауырларына деген қамқорлығы қандай әрекеттеріне бөлінеді? Қамажайдың бауырларына деген қамқорлығы қандай әрекеттеріне байқауға болады? Амина, айта қойшы толықтырып. Өзінің тұрмысқа шықпауға бел буды және Тимур тұрмысқа шығар кезде оған көмек берді. Күнде көмек береді, тамақтарын жасайды, сол үшін жұмысқа шықты. Жақсы, тағы да толықтырамыз ба? Қандай тағы да қандай қамқорлықтарын айтуға болады? Толық жауап жоқ па? Әрине бүкіл өмірін бауырларына арнағанның өзі Қамажай үшін үлкен жауапкершілік екен. Жақсы, Амина. Келесі. Амина, ала ғой. Осымен біз сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ енді жерде. Старт қой. Мәреге жетіп тұрмыз ғой. Міне балалар. Біз домино әдісі бойынша үй тапсырмасын пысықтадық, алдыңғы білімімізді еске түсіріп, біз қайттық, мәреге жеттік. Өте жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Отыра қойыңдар. Енді жаңа біз айттық, үй тапсырмасы бойынша бар болғаны бізге неше бөлім беріліп тұр? Үзінді ретінде 7 бөлім беріліп тұр. Осы 7 бөлімді мен қазір бірінші топқа екінші бөлім, екінші топқа үшінші топқа жетінші бөлімді беремін. Бұнда қандай тапсырма? Тапсырма, мысалы, әрбір бөлімге жеке тиістік жоспар құрамыз. Түсінікті ғой, тақырыпшаларға жинақтаймыз. Тапсырма түсінікті ма? Ендеше бірінші топына жерде жинақталамыз. Осы алтауымыз бірінші топта аламыз, жинақтала аламыз. Жағы бірінші, екінші бөлімге тиістік жоспар. Екінші топ, жинақталамыз. Үшінші топ, жинақталамыз. Төртінші топ, келе қойда талқылап жіберіңдер. Қай суреттеген, қай сурет болады, талқылап жіберіңдер.
Үлкенірек көріп, не қылды? Тақтада көрсетіп. Талқылаймыз, талқылау. Дискриптор бойынша.
Birinchi topqa söz bereyik. Birinchi topqa birinchi, ikkinchi bölünüp berildi. Solay mı ya? Birinchi, ikkinchi bölünüp berildi sizlerge. Qani chiqadi? Kerak. Қалған топтар түгел бірінші топтың жұмысына дискриптор арқылы бағалауға дайындаламыз. Қане, түгел дискриптор арқылы бағалауға дайындаламыз. Бірінші бөлім қалай болған екен? Қамажай мен Қабеннің әңгімесі. Бұл жерде оқиға басталады. Қамажай мен Қабеннің арасындағы әңгіме, өйткені Қамажай Қабенмен кездесуге келмегендіктен. Жақсы. Екінші қандай қойдыңдар? Тақырып? Екінші бөлім Нәзила ашқан жиналыс. Бұл жерде Нәзила Қамажайдың жұмысқа орналасқанын біліп, жиналыс ашады. Жақсы. Келесі. Ары қарай Омар мен Гаухардың пікірі. Омар ол ғылыми тұрғыдан жауап береді, философиялық тұрғыдан жауап береді. Әрбір адам өз қоғамына пайдасы болуы тиіс. Сол айтуымен ол Қамажайға қолдауын білдіреді. Ал Гаухардың пікірі ол ренжулі болады. Себебі ол отбасымен неткен жоқ, талқылаған жоқ. Сол үшін ол Гаухар оған ренжиді. Жақсы. Гаухар Қамажайға не үшін ренжиді? Әрине жұмысқа тұрғанымызға қарсы емес, бірақ біз осыны дер кезінде уақытында қайтып кеттік дейді. Естімедік дейді, талқыламадық, біз естімедік уақытында деп ренжиді. Жақсы, бірінші топ, бірінші, екінші бөлім бойынша барлық тақырыпты қойып шықты, енді екінші топ дискриптор бойынша бағалап жүріңдерші, дискриптор бойынша. Саида, дискриптор тақтада. Шығарма бөліктерін талдай алды ма? Менің ойымша шығарма бөлшектерін талдай алды, мазмұнға сай тақырып таңдады, ойын тиімді жеткізді деп ойлайсың, иә? Жақсы, рахмет. Отыра қойыңдар, бірінші топ. Екінші топтан кім спикер шығады? Екінші топтың спикері бар, тақтаға. Екінші топтың жұмысын дәл осы дискриптормен бағалайсыз. Қане, нақты дәл орнына қоя алды ма? Сіздердер бірінен кейін бірін қалай өріліп жатыр, соған назар аударамыз. Жақсы ма? Келесі, кеттік. Ең алдымен бірінші бөлімге жазған болсақ, ең алдымен Тимур мен Сұлтанның жаңалығы. Тимур өзінің Тәнилаға ең үлкен сезімін білдіріп, үйленуге мәжбүр болғанын айтылады. Үйленгісі келетінін айтады, иә? Омардың отбасы құру туралы кеңесі. Бұл жерде Омар ғылыми тұрғыдан өзінің пікірін білдіріп айтады. Және ең соңында отбасы арасындағы тұрға дайындық. Қандай пікір айтады Тимурға? Кім? Омар. Оған келген кезде Қамажай не дейді? Тимурға не дейді? Кімнен рұқсат ал дейді? Рұқсат ал дейді. Өйткені жасы бойынша Омар Тимурдан қандай? Үлкен, сондықтан да сен отбасы құру үшін Тимурдан не ал дейді? Рұқсат ал дейді. Омар рұқсат бере ма Тимурға? Әрине рұқсат береді, бірақ өзінің отбасы құру жайын адамда не болу керек дейді? Өзіне сай мінезбен және өзінің ісіндағы қасиеттері. Қандай қасиеттері? Қамқор болу керек, дұрыс айтады отбасына. Тағы да сыйластық болу керек дейді, және үлкен жауапкершілік болу керектігін Омар айтады екен. Жақсы, келесі бөлім, төртінші бөлім. Төртінші бөлімде Қамажай мен Қабеннің арасындағы әңгіме болады. Ол жерде Қабен Қамажайға өзінің сезімі туралы айтады. Жақсы, келесі. Бірақ оған Қамажай жауап бергенде, мен өз бауырларымды осындай кезде қиын кезде тастап кете алмаймын. Олар қазір жас әрі, олар әкесі де кетті, аналары да кетті, олар қазір қиын уақытта деп, мен олар тастап кете алмаймын дейді. Сол Қабенге жоқ деп айтады. Ол жаңағы отбасын құруға оған әлі уақыты келген жоқ, өйткені ол бауырларын жеткізу керек, үлкен жауапкершілік бар деп айтады, иә? Жақсы, келесі. Қамажай сондай шешім қабылдайды. Дұрыс па балалар, сюжеттерді орнына қойды ма тақырыпты? Үшінші топ бағалап жіберейікші. Айны. Менің ойымша бұлар шығарма бөлшектерін талдай алды. Мазмұнға сай тақырыпты таңдай алды. Және ойын тиімді бізге жеткізді. Ойын тиімді жеткізді, сюжеттерді орын-орнына қойды. Орын-орнымен бізге баяндап берді. Жақсы, рахмет. Екінші топтың мүшелері отыра қойыңдар орындарына. Өте жақсы. Келесі үшінші топ. Үшінші топтың спикерлары ортаға шығамыз. Үшінші топтың жұмысына талқылау үшін мұқият тыңдап отырамыз балалар, иә?
Kettik. Birinchi bo'limda birinchi Nazira men Timurdan arasındagi kelishim. Bu yerda Timur o'zining do'stlarini uyga olib kelib, buyum do'stlari bo'lgan Nazira kelishmaydi ol uyda o'yin olib jasaganiga ne bo'ladi, dayım bo'lmaydi. Qarshi bo'ladi, ya. Kelесі Timur мен достарының реніші. Сол Timurға Назира қарсы шыққаннан кейін Timur мен достары ренжіп болғаннан кетіп қалады. Осы жерде кім жылайды? Камила, иә? Кама жылайды. Жақсы. Ал 6-шы бөлімінде отбасындағы қуанышы Timur бригадир болғанда және Омар кафедра меңгерушісі атанған кезіндегі қуаныштар болады. Отбасында осындай үлкен қуанышты жағдайлар. Жақсы. Омар мен Гауһардың арасындағы махаббат. Осы кезде Назира Қамажайға екеуінің махаббат жайлы айтып береді. Отбасындағы Омар мен Гауһар арасындағы махаббатты кім білмейді екен? Қамажай білмейді екен. Осы кезде кімнен естиді ол? Жақсы, 6-шы бөлімді. Жақсы, қорытындыларды енді келесі осы 4-ші бөлімнен Амир дискриптор арқылы бағалап жіберейікші. Шығарманың бөлшектері арқылы талдалды, мазмұнға сай тақырып қойылды, және де жеткізе алды. Жеткізе алды, ойларын жақсы жеткізді, иә, талқылап жақсы жеткізді. Рахмет, 3-ші топ отыра қойыңдар, айым. Келесі 4-ші топқа спикер бар, келдім, Амина. Жетінші бөлімнің басталуы ол Қамажайдың 60 жылдығы болады. Кейін олар көрші әйелмен Қамажай әңгімелесіп отырған кезде телеграммаға хат келеді. Бұл телеграммада Тимурдың ертең жұмысына есеп беруімен және Омардың Анкарада өтетін халықаралық конференцияға кетуімен байланысты олардың келе алмайтыны жазылған. Бұл телеграмманы оқып, сол кезде Қамажайдың көңілі түсіп қалады. Бірақ та ол оларға қатты ренжімеді. Себебі оның мақсаты ол осы өз бауырларын азамат қылып жеткізу керек болған. Жақсы, енді 7-ші бөлімді талқылаған 4-ші топ 7-ші бөлімді жақсы талқылап шықты. 1-ші топ 4-ші топтың жұмысын бағалайды дискриптор бойынша. Кім? Азман? 4-ші топ шығарманың бөлшектерін талдады, мазмұнға сай тақырып таңдады, және ойын жақсы жеткізе алды деп санаймын. Санайсың, иә? Жақсы. Рахмет, 4-ші топтың мүшелері отыра қойыңдар. Жақсы. Балалар, біз жалпы шығармаға біз әрбір бөлімге не қойдық? Жауап қойдық, және оны тестік жоспар ретінде талдадық, иә? Енді біз осы бөлшектерді талдап алдық. Солай ғой? Енді осыны біз жағы бүтінге апаруымыз керек. Тұтасқа қарай талдау, бөлшектер тұтасқа қарай талдау деген мақсатымызға қарай біз енді менің шығарманың композициялық жоспарына келеміз. Әрине шығарманың композициялық жоспары ол шығарманың басталуынан, байланысынан, және шиеленісуінен, шарықтау шегінен және шешімінен тұрады. Бізде тақтада жаңағы өздеріңіз жинақтаған сюжеттік текстік жоспар бойынша сол тақырыптарымыз берілген тақтада. Осыларды енді қайтуымыз керек. Композициялық жоспарға жинақтауымыз керек. Бұл жұптық жұмыс ретінде болады. Жұбымызбен талқылап жіберейік. 2 минут уақыт беремін. Жұбымызбен қай сюжет қай жерден тұру керек. Қане, тез талқылап жіберейік.
байланысты, арқадай қалай байланысты? Шығарма қалай байланысты? Шығарма қалай байланысты? Мадина? Дұрыс па балалар? Дұрыс, Тимур мен Сұлтанның жаңалығынан байланысты арқадай. Жақсы, келесі, шиеленісу қалай шиеленісті арқадай? Қалай шиеленісті? Дамир? Шиеленісу бұл жерде мәселен Тимурдың арасында кикілжіңмен шиеленісті. Жақсы. Келесі, шығарманың шарттау шегі қай жерде болды? Айша? Отбасындағы қуаныш Тимур бригадир Омар конфеттермен Жақсы. Шарттау шегі осы жерде. Келесі шығарманың шешімі қалай аяқталды? Шығарманың шешімі қалай аяқталды? Дилара? Аналардың 60 жасына келуі. 60 жасына барлығының толық жиналмауы және Қамажайдың өзіндік ішкі сезімі, ойының арпалысымен қайткен екен. Шығарма осымен шешіммен аяқталған екен. Жақсы балалар, өте біз бүгін шығарманы композициялық талдауына толық талдай алдық деп ойлаймын. Енді балалар қалай ойлайсыңдар? Осы Дулат Исабековтың әпке драмасын жазуға не себеп болды? Не түрткі болды? Не себеп болды? Не түрткі болды деп ойлайсыңдар? Жарас? Менің ойымша Дулат Исабеков өзінің әпкесін ойлап, осы драманы еске түсіру сәтінде жазған. Еске түсіру сәті деп ойлайсың, аға, Дилара? Бұл мүмкін шын өмірде болған оқиға шығар. Ол бір қыз немесе бір адамның басынан өткен оқиға болған. Ол бір адамның өмірі шығар деп ойлаймыз, тағы да қандай болжаймыз? Қалай болжаймыз біз тағы да? Қандай болжам айта аламыз? Мирас? Менің ойымша бұл Дулат Исабеков өз әпкесіне деген сағынышы деп ойлаймын. Сағынышын жеткізгісі келген шығар деп ойлаймыз, Жақсы, тағы да бар ма? Жауап мен айтам деген, Менің ойымша бұл Дулат Исабековтың өзінің басынан өткен оқиға болуы мүмкін. Экранға назар аударамыз, ендеше осыны Дулат Исабековтың өзінің аузынан естісек және көрсек. Дұрыс айтасыздар балалар. Сендердің жауаптарыңның жауабы ретінде, сендердің ойларыңның, болжамды жауаптарының жауап ретінде осы әпке драмасын жазуға не түрткі болды, не себеп болғаны туралы Дулат Исабековтың өзінің аузынан естиге экранды назарларыңызға. Әпке туралы әңгіме көп. Әпке қанатымен су сепкен қарлығаштай, бауырлар үшін бар қызығын құрбандыққа шалған қазақ қыздарының типтік образы. Бауырына туған баласынан да артық қарау қазақ қыздарына ғана тән емес. Қанша жыл өтсе де, әпке қоғамға өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Бауырмашылық азайған заманда көрерменнің әпкені қайта-қайта сағынатыны да сондықтан шығар. Әпке менің өзімнің өмірім ғой. Егер де әпкелер болмаса, біз қалай болар екен? Үш баламыз, ер бала. Күйеуге тиіп кеткен әпкелерім кезек-кезек келіп, үлкен аға 10-шы класста оқиды. Әкеміздей болып кетті деп жүрміз ғой енді. Жылма жыл болды, қайтыс болып бара жатырмын. Мен үлкен сияқты көрінді, сөйтсем 6 жасқа, 5 жасқа сондай ақылға арымыз. Міне сол үшеуміз қалдық қой енді. Ол кезде ол 10-шы класста. Оқуға түсем деп жүр. Оқуға түсіп те қойған. Ол кездегі заң бойынша мектепте 10-шы класста үздік оқып жүрген балаларды екінші жартыжылдықта жоғарғы оқу орындарына тізіміне енгізіп қояды. Мен ағам солай болды. Шымкенттің технологиялық институты тізіміне еніп қалған. Бір жақсылама береді ол қазір береміз. Сөйтіп оқуға түсем деп жүрген кезде бәрі былай жоспарлар быт-шыт болып, апам қайтыс болғаннан кейін үйленуге тура келді. Сол әпкем кезек-кезек адам үйленгенше анамыз қайтыс болғаннан кейін кезек-кезек бір айдан екі айдан жатып, тіпті ағам үйленгеннен кейін де келін үйленсін деп қасымызда болды. Сонда ғана әпкемнің айтқан сөзі кейіннен пеші жазуыма тікелей түрткі болған есімде қалған осы сөз.
Жезден келеді ғой. Үйге қайтасыңдар ма, қайтпайсыңдар ма? Біздің де бала шағамыз бар ғой. Бізде қазір кір сасып, қоңыз сасып кеттік қой. Үйде тамақ жоқ. Сен бауырларың балада біздің өзіміз баламыз бала емес пе дегенде үлкен әпкемнің мен қайта айтқан. Қақсамай кете берді. Баланы өзім бақ керек болса. Маған баладан гөрі бауырым бақ деген. Енді өйткені бауыр тауып береді шешеміз жоқ деген. Осы сөзді мен айта аламын ба қазір емес? Осы сөзді айта алатын адам бар ма қазір? Өз баласын тәрк етіп, бауырларын бірінші орынға қойған. Содан кейін ауылдағы елдің бәрінің қиындықтың бәрі әйел адамдардың иығынан түсіп жатты. Ол иығынан кетпендер қалай түспесе, елдің ауыртпалығы олардың иығына солай түспей жатты. Соның бәрі жинады, көнді, және колхозда бір тиын еңбек алмай жұмыс істеуге мойын ұсынды. Солардың бәрін көре отырып, мен қалай әпке туралы сөйлеймін. Жақсы балалар. Осы видеосюжеттен кейін қандай ой түйіндедік? Осы ойымызды жинақтап, 1 минуттық эссе жазып жіберейікші балалар. Қане дәптерімізді аламыз. 1 минуттық эссе. Видеодан қандай ой түйіндедік? 1 минуттық эссе мен білетін әдісі деген тақырыпта. Әрине 1 минутта 3-4 сөйлем жазсаңызда да болады, бірақ нақты дәл осы видеоға жауап беретіндей қандай ой, нақты ойларыңызды жинақтап, қорытындылап, мен білетін әпке деген тақырыпқа. Жарасы дайын. Уақыт аяқталды, балалар. Қане, ойыңызды жинақтап жазамыз ба? Жақсы. Мен білетін әпке. Видеодан кейінгі өзіміздің ойымызға түйген ойларымызды жинақтап жазуымыз болады. Жақсы, жарас. Оқи қойшы. Мен өз әпкемді өте қатты жақсы көремін. Менің әпкем мені кіші кезімнен бері әкеште өсірген. Болат Исабековтың айтуы бойынша өз әпкесі қиын кезде тамақ тауып беріп, қағып өсірген. Сондықтан өз әпкемізді құрметтеп сыйлауымыз керек. Мен білетін әпке деген тақырыпқа сай жазалдық. Жақсы, өте жақсы. Жақсы жаза аласың. Келесі. Мен білетін әпкем өте мейірімді, өзінен бұрын өз туысқандарын және бауырларын ойлайтын. Тіпті өз тағдырын құрбан ете алатын әпке. Жақсы. Келесі, Мирас. Менің ойымша әпке ол анадан кейінгі екінші ана. Себебі әпке бізге қамқор болып қиын кезде көмектеседі. Қорытындылай келе әпке өте сыйлы адам. Жақсы. Өте жақсы. Тағы да. Мадина. Менде қамажай секілді әпке жоқ, бірақ менде аға бар. Мен дүниеге келген кезде анам ауруханаға түскен болатын. Сол кезде ағам 13 жаста еді. Ол таңертең сабаққа барса да, маған күндіз-түні қарайды. Жақсы, қамқорлығын сезінеміз, е? Жақсы. Айбек. Мен білетін әпке. Менде әр адамда өзінің әпкесі бар, және менде ол әпкенің қасында бар. Дулат Исабеков өзінің әпкесіне сыйластықпен қатты жақсы көргеніне туралы айтылған.
Ол өзі сондай бауыр болған және ол әпкесінен сондай қамқорлық көрген туралы айтқан. Жақсы. Келесі, Амина. Видео маған қатты әсер етті. Менің әпкем бізден қанша шырақта жүрсе де бізге құлақ салып жағдайымызды біліп, қай алыс жақтан келсе бізді қуантып тұратын. Күні бойы бізге қарап, біздің көңілімізге қарайды. Жақсы, өте жақсы. Қандай жақсы осындай әпкелер болған, е? Асылай? Мен білетін әпке, менің өзімнің де әпкем бар, және де ол маған көмек беруге әрдайым дайын. Мен ауырғанда маған қиын сәттерде қолдау болады. Мен өз әпкемді сыйлаймын және жақсы көремін. Жақсы. Тағы да бар ма балалар қосатын? Әрине балалар, бүгінгі күні, бүгінгі қоғамда да біздің қасымызда осындай әпкелеріміз бар екенін біз мақтанышпен айталған деген өте қандай жақсы, е балалар? Әрине бүгінгі күні де Қамажай сияқты, Қамажайдың образы сияқты, Қамажай сияқты, қамқор, Қамажай сияқты жауапкершілігі өте жоғары әпкелер жетерлік. Оның дәлелі міне өздерің бір минут қестелік айтып отырсыңдар, айтып отырсыңдар, е? Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе, мынандай бір кері байланыстың үлгісі ұсынылады. Осы бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс берсеңіздер. 5-2-1. Бүгінгі отбасылық құндылық, сабақ, сыйластық, мазмұнды, мейірімділік, қызықты, ұнады, қамқорлық деген сөздер берілген. Осы сөздерден, қазір берілген сөздерден 5 сөзден бір сөйлем құраймыз. Солай ғой? Және оның 5 сөзден бір сөйлем құраймыз, сол бір сөйлемімізді оқимыз. Онан кейін ол 5 сөздің 3-еуін қысқартамыз, нешеу қалады? 2 қалады, е? 2-ден 1-ді қысқартамыз. 5-тен қайтып 3-ді алып тастағанда 2 қалады. 2 сөзден тұратын бір сөйлем айтамыз. Онан кейін одан жағы 1-ді алып тастағанда 1-ақ сөз қалу керек. Сабақта осы бір сөзбен қайтуымыз керек, қорытындылауымыз керек. 1 минут уақыт ойланбақ. Жақсы балалар, бүгінгі сабақтың кері байланысы. Жақсы. Отбасылық құндылық ол сыйластық, мейірімділік және қамқорлық. Отбасылық құндылық, сыйластық, мейірімділік, қамқорлық. Жақсы. Рахмет. Келесі, тағы да 5 сөзден тұратын бір сөйлем. Айбек. Бүгінгі сабақ мазмұнды, қызықты, ұнады. Жақсы. Келесі, тағы да бір бала. Мирас. Бүгінгі сабақ отбасылық құндылық, сыйластық, мейірімділік. Браво, е? Жақсы. Енді осы құраған сөйлемдерімізден 3 сөйлемді алып тастаймыз. 2-ақ сөз қалу керек. 2-ақ сөзден тұратын сөйлем айтуымыз керек. Жақсы. Дилара. Мазмұнды сабақ. Жақсы. Келесі. Отбасылық құндылық. Жақсы. Тағы да. Айбек. Қызықты, ұнады. Жақсы. Енді осы 2 сөзден тұратын сөйлеміміздің бір сөзін алып тастаймыз, бірақ сөз қару керек. Осы сөз біздің сабағымыздың қорытынды сөзі болады. Жақсы. Қандай сөз? Амина? Мазмұнды. Жарас? Сыйластық. Отбасылық құндылық. Отбасылық құндылық, бірақ сөз болу керек. Құндылық, е? Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыз Дулат Исабековтың әпке драмасы бойынша болды. Әрине бұл шығарма мейірімділікке, қамқорлыққа, жауапкершілікке негізделген. Ендеше осы сабағымыздың бүгін біз мақсатына жеттік деп ойлаймыз, е? Сабақ қандай болды сонымен? Қызықты, мазмұнды және отбасылық құндылықтарға болды. Сабақ аяқталды. Сабаққа атсалыса қатысқандарына үлкен рахмет.